Бүгін балалар бізге үй тапсырмасы қандай тақырып болып еді? Мұнай және ал сәліне сұрайық, сәл жауап берсін. Үй тапсырмасына қатысты өзіңнің ойыңды. Мұнайдың пайдасы менен зияны. Бүгінде жер беті мен табиғи орта қарқынды түрде ластанып жатыр. Өнім өндіру төмендегенімен қоршаған ортаның ластануы азаймады. Мұнайдың пайдасы мен зиянын айтатын болсақ, бұл жерде мұнайдың зияны ауаның ластануы және де біздің экологияның кері әсер тигізуі және де топыраққа кері әсер тигізуі көптеген топырақтардың ауаның ластануын айтуға болады. Тапсырмасына қатысты мен сіздерге мына екі плакатты беремін. Балалар, міне екі қатарға мен екі А3 қағазын беріп отырмын. Осы қағазға сіздер үй тапсырмасы бойынша мұнайдың пайдасы мен зияны туралы. Аяқтап балалар. Мен байқап отырмын. Кімдер өз ойын жазып, кімдер жазбаған. Пайдасы мен зияны. Қазақстанның экономикасына үлкен үлесін тигізеді. Мұнай көптеген шикізат көзін, мұнайдан көптеген шикізат көзін аламыз, өндіреміз деп жазды. Мұнайдың пайдасы өнім өндіруге пайдалы деп жазды. Қазақстан мемлекетінің бар байлығының көзі деп жазды. Зиянына жануарлар мен өсімдіктер тіршілігін жояды, ауа райының бұзылуына себеп болады, ауа ластанады. Мұнай табиғатта зияны экологияны ластайды, оның зияны өте көп дейді. Сонымен қатар бойынша бүгінгі сабақты қорытындылайық, үй тапсырмасын қорытындылай келе, мен екінші қатардың мазмұны, түсінігі жағынан мұнайдың пайдасы мен зиянын сіз бірінші қатарға қарағанда көп меңгерген деп бағалаймын. Құрметті білім алушылар, енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын барлығымызда тақтаға назарымызды аударайық. Тақтада суретте не бейнеленген? Кім айта алады? Біреуіңіз тұрып айта алыңдар. Жарылыс, дұрыс, жақсы. Семей полигоны, дұрыс. Ядролық бомба. Сабағымыздың тақырыбы Семей полигоны, ядролық өндіріс, табиғатқа төнген қауіп пен қатер. Тілдік бағдар, айтыс. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды біледі бала, түсінеді. Тақырыптағы көркемдегіш құралдарды пайдаланып конспект жазалады. Көпшілігі оқылым материалы бойынша табиғатты қорғайық тақырыбында әңгімелеп, сұрақтар құрастырады, сыни көзқарасын ұсынады. Кейбіреулері мәтіндегі метафораларды анықтайды, полигон тақырыбына таңдалым материалын пайдаланып, өз ойын байланыстыра конспектті жазады. Және айтыс өнері туралы бүгінгі сабаққа қатысты мәліметті алып шығады. Кеңес үкіметінің тұсында ядролық сынақ Қазақстанда жасалынды. Бұл ядролық сынақтың салдарынан Қазақстан аумағында атом бомбаларын сынақтан өткізді. Полигон салдарынан кеңес үкіметінен басталған кезең, бұл қай кезеңдерде енді біздің елімізде аяқталды деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін осы Семей полигонын жабылу туралы ұсыныс болды. Айтылатын сөз сайысы, жыр сайысы, айтыста халықтың әдет-ғұрпы, тұрмыс салты, дүние танымы, эстетикалық және рухани әлеуметтік көзқарасы қалыптасады. Енді жалпы бізде бұл айтыс туралы, айтыс, яғни суық салмалы қасиеті бар адамдар деп айтамыз. Енді осыған байланысты мына видеоға кішкене мән беріп жіберейік. Аудио записті тыңдайық, аудио жазылымды, және есімізге сақтай отырып, айтыстың түрлерін дәптерімізге жазып отырамыз. Әрі тыңдаймыз, мұқият болыңыздар. Айтысы зерттеуші ғалымдар ой көрсетуге түрлерін айқындаған. Тыңдаймыз. Солардың ішінде негізгілері мыналар: бәдік, жаржал, қыз бен жігіт айтысы, мысал айтыс, шындақ айтыс, жазба айтыс, ақындар айтысы. Намысын қорғап додаға түседі. Мұнда үлкен әлеуметтік маңызды мәселелер қозғалады. Айтыс көбінесе өзінің мазмұны
жұмыссыз авторлар еңбегін бастасып жатады. Сондықтан мұндай айтыстарды кейде салт айтысы, кейде әдет ғұрып айтысы деп атап, оның ішінде бәдік, жар-жар, қызметшілік айтыстар кіргізеді. Дегенмен айтысты өз ішінде жіктеу ерекше шартты. Олардың арасына үзілді-кесілді шек қою қиын. Жақсы, тыңдадық, иә? Тыңдап алдық. Енді тыңдай отырып жазу тапсырмасы берілді. Сонымен айтыстың қандай түрлері бар екен? Серік. Бар, жар-жар, ақындар айтысы, бәлік айтысы, мысал айтысы. Жар-жар айтысы, суырып салма айтысы, ақындар айтысы. Сосын әдет ғұрып айтысы. Тағы да бір эпизодты тыңдап көріңіздер. Қысқаша ғана. Алматы әуел басқан жырдың елі, естілген домбыраның күмбірі. Ассалаумағалейкум алатауым, қойларым қуанышта қалды мені. Шаппа-шап айтыс жасап дұрыс болды. Айтыстың қандай түрін тамашалап отырмыз ба? Жігіт айтысы, дұрыс айтасыздар. Бізбен жігіт айтысы. Жаңа ақынның біздер айтыстың түрлерін тыңдадық қой. Оны меңгердік, өзімізше жазып алдық, иә, қандай түр бар екен. Соның ішінде біз білгенімізді дәлелдеу үшін мынаны қарай отырып, қандай айтыстың түрі екенін анықтап отырмыз. Бұл қыз бен жігіт айтысы. Тыңдаушылар, бірінші тапсырма тақтада тұр, ойлануға жеткілікті уақыт берілді. Енді осы тапсырманы кім жауап береді? Топ болып айтыстан үзінді тыңдадық. Айтыстың қай түріне жататыны туралы пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Кім дайын? Тағы, Сәлім, жақсы. Темірдан бірінші қолын көтерді, Темірданнан сұрай қояйын. Айтыс пікірталастың өнер деңгейіне көтерілген өзгеше түрі. Сонау көне замандардан бері қарай жалғасып келе жатқан айтыс сөз өнерінің, ой жарысының, сөз додасының мейлінше көркем де күрделі әсерінде айшықты нұсқасы. Екінші тапсырма барлығымызға да бұл жазылым әдісі бойынша айтыс және полигон сөздерімен үш сөз тіркесін, үш сөйлем және мәтін құрау. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы. Тапсырма жазылым әдісі бойынша кім дайын? Жақсы. О, керемет. Енді бірінші қол көтеріп отырған Жанат. Жақсы, Жанаттан сұрай қояйын. Сағындық дайын екен, дайындалып отыр. Қазір сұрайын. Айтыс және полигон сөздерімен үш сөз тіркесін, үш сөйлем және мәтін жазу. Айтыс және полигон сөздерімен үш сөз тіркесі. Айтыс өнері, айтыс түрлері, айтыс қаралды. Семей полигоны, Семей ордасы, қазақ жері. Жақсы. Екінші, үш сөйлем. Айтыс өнері, қазақ халқының ұлттық өнері. Айтыс синкреттік жанр. Айтыс ауыз әдебиетінде кеңінен таралған. Жақсы. Семей полигонын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев толық жапты. Семей полигоны 1991 жылы толық түрде жабылды. Семей полигонына 18 миллион жер бөлінді. 18 миллион шаршы метр жер бөлінді. Жақсы. Және соңғы тапсырма мәтін жазу. Айтыс ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол суырып салма айтылатын сөз сайысы, жанр жарысы. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Жақсы. Келесі тағы да осы екінші тапсырма бойынша кім? Жаңа көп едіңдер ғой. Әділ, жақсы. Әділ жауап береді. Айтыс сөзіне үш сөз тіркесі.
Бірінші, айтыс өнері. Екінші, айтыс басталды. Үшінші, айтыс түрлері. Айтыс сөзіне 3 сөйлем. Айтыс өнері қазақ қауымында керемет өнерлердің бірі. Айтыстың бірнеше түрлері бар. Олар ақындар айтысы, суырып салма айтысы және тағы басқалары. Үшінші сөйлем. Айтыс өнеріне қатысу үшін тума талант қажет. Полигон сөзіне 3 сөз тіркесі. Семей полигоны, әскери полигон және Қазақстан полигоны. Полигон сөзіне 3 сөйлем. Қазақстанда Семей полигоны болды. Екінші сөйлем. Әр елде өзіндік әскери полигон болады. Үшінші. Қазақстандағы полигондарына Семей полигоны және Байқоңыр полигондары жатады. Мәтін. Кеңес одағында болған Семей полигонында көптеген адамдар зардап шекті. Бұл тақырып тәуелсіздік алғаннан кейін де өзекті мәселе болып отыр. Айтыс өнеріндегі қыз бен жігіт және дәстүрлі айтыс түрлерінде әлі күнге дейін Семей полигоны зардаптары туралы тақырып қозғалуда. Жақсы. Отыралық. Енді кезекті менің осы бүгінгі сабаққа қатысты тапсырма, 3-ші тапсырмаға мән береміз. Жаңағы тыңдалым мәтіні және жазылым әдісін мұқият, яғни тыңдалым және жазылым әдісі арқылы мұқият тыңдадық қой барлығымызды, иә? Міне осы тыңдалған аудиотаспа, үнтаспадан конспект жазамыз және оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықты да пайдалануға болады. Оқулықта да осы айтыс туралы және бүгінгі Семей полигон туралы материал бар. Оқулықты аша қойыңыздар. Тапсырмада жаңағы тыңдалым бойынша және айтылым бойынша оқулықты пайдалана отырып Семей полигоны туралы қысқаша мәтін жазамыз. Асылы айтыста күй тыңдалынбайды. Айтыс ақындары қандай да бір сөз тауып, импровизациялық қасиетіменен көзге түседі. Яғни аяқ асты тауып, шешен сөйлей алады. Мәтінді мұқият тыңдап, ал балалар енді 3-ші тапсырма бойынша тыңдалым және жазылым әдісі мәтінді мұқият тыңдап, конспект жазады, оқулықпенен жұмыстан. Кәне, кім дайын? Жақсы. Серікбол, сен айта ғой. Айтыс пікірталасы өнер деңгейіне көтерілген өзгеше түрі. Сонау көне замандардан бері қарай жалғасып келе жатқан айтыс сөз өнерінің ой жарысының сөз додасының мейлінше көркем де, күрделі, әсерлі де, айшықты нұсқа. Жақсы. Сонымен 3-ші тапсырма бойынша кім дайын болды? Кім? Қорықпаңыздар. Жақсылар. Тезірек. Жақсы. Ал Нұркен айта ғой. Айтыс пікірталастың бір түрі болғандықтан оған тән жалпы заңдылықтары айтыс кезінде сақталатын. Мысалы, айтысушылардың өзіндік ой көзқарастарын қорғауы, қарсыласының сонау сөз орамдарын қорғау туралы. Тақтаға назар аударамыз, бағдаршам әдісі деп аталады. Бұл әдісте сіздер осы бүгінгі сабақ бойынша өз бағамдарыңызды жазасыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша айтыс туралы және Семей полигоны туралы тақырыпты меңгердік, қаупі мен зиян туралы. Енді осы сабақты бекіту мақсатында мынадай бағдаршам әдісімен рефлексияға көшіп өтейік. Түсінбесеңдер түсінбеген сұрақтарым бар. Енді мына жақсы, мен бүгінгі сабақты жақсы деп бағалаймын. Себебі түсінбеген бала жоқ. Енді үйге тапсырма. Табиғатты қорғайық тақырыбында экологиялық проблемаларды қоса сыни тұрғыдан эссе жазады. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға бағалау. Серікбол 75 балл. Сабаққа жақсы қатысқан үшін Әділге 92 балл. Нұркенге 75 балл. Одан кейін Темірланға 92 балл.
Әділге айттым ғой. Сәлімге 78 балл. Жақсы ма, тағы қалыс қалғандарың? Айдарбек бар. Айдарбекке 82 балл. Жанарысқа 91 балл. Жақсы.